Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге жылқылар туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің ел ертеден-ақ жылқы баққан. Қолға алғаш үйретіп ноққа таққан. Жүйріктердің ішінде таңдап мініп, сын сағатта елдері жауға шапқан. Жылқы біз үшін ең маңызды жануар. Олар адал дос, әрі көмекші. Олар тіпті адамның даусынан көңіл-күйін ажырата біледі. Адамның қуанышты кезінде тұяқтарын тартып, басын шұлғиды. Ал көңілсіз болса, үнсіз искелеп белгі береді. Жылқыны көп халық қасиетті жануар деп есептейді. Олар өздері немесе басқа жылқыларды фотосуреттен тани алады. Демек, олардың есте сақтау керемет. Олардың өмір сүру ұзақтығы 25-30 жылды құрайды. Жылқының 5 мүшесі керемет дамыған. Олар құлағы, көзі, аузы мен мұрны, және сезім түйсігі. Құлақтары өте сақ, көзі өткір, иіс сезгіш, аузы дәм ажырата біледі. Жылқылар айналасындағы түстерді әртүрлі етіп көре алады, бірақ қызыл мен көк түсті ажырата алмайды. Тағы бір қызығы, жылқының көру аумағы 360 градус. Ол басын бұрмастан бір бағытқа қарап тұрғанда айналасын тұтастай көре алады. Оларға ұйықтау үшін тәулігіне 4 сағат жеткілікті. Әлем бойынша жылқылардың шамамен 160-тай түрі бар екен. Олар жауынан қорғанған сәтте тұяқтарымен соққы жасайды. Және жердегі жануарлардың ішіндегі ең көзі үлкен жануар екен. Достар, біз жылқылар туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.